өзің едің тірегімде, жыр болып тұндың жүрегімде. Мені сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде? Жарқын құшақ жайған айын, ниетіне сай болайын. Мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын. Бәріне сәлем, каналға қош келдіңдер. Қазір біз сіздермен осы әнді ойнап үйренеміз. Мен ең алдымен сендерге куплеттің аккордтарын айтып үйренетін боламыз, одан кейін қайырмасын үйренеміз. Бастайық. Бізге керек аккордтар куплетте 3 аккорд АМ, ДМ, Е деген аккордтар керек болады. Мына жақта біздер былай ойнаймыз. Бұл алтылық қағыс, яғни төмен, глушка жоғары, жоғары, глушка жоғары, төмен, глушка жоғары, жоғары, глушка жоғары. Так, бастайық. Жаңа АМ, ДМ, Е аккордтарын қолданамыз. Ең бірінші АМнан бастаймыз. Өзің едің тілегімде, ДМ өтемде, жыр боптың, Иге барамын, дон, жүрегім. И АМға қайтып келеміз. Қайтадан сосын мені сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде? Вот осылай. То есть өзің едің АМ, тірегім ДМде, жыр боптың, едім, жүрегім АМде. Мені сендей АМ, түсінетін кім бар екен бұл өмірде? АМ, жарқын құш. Потом мынандай ауыстырамыз. Куплетті аяқтағаннан кейін біздер мына АМ аккордынан А деген аккордқа барамыз. То есть мынаны алып тастаймыз да, мынаның орнына мына саусақты екінші латқа екінші тырнаққа қоямыз. То есть жарқын құшақ жайған ай. То есть былай болады. Жарқын құшақ деген кезде мына аккордқа барамыз. Жаңағы айтқан шақ жайған айын деп диемнен бастап қайырмасына қастырып кетеміз. Енді қайырмасында дием аккорды бар, одан кейін жаңағы переходтың аккорды бар, А деген, одан кейін дием, сосын Ж-ға барамыз и С-ға барамыз. Бастайық. Жаңағы жарқын құшақ жайған айын, дием, ниеті, Ж-ға барамын, не сай болайын, мені сүйген жүрегім. Мына АМ аккорды. Мен сүйген жүрегім диемнен лүпілі енен айналайын. Мені тұра береміз. Ген жүрегім диемнен лүпілі еге барамыз, айналайын. Давайте тағы бір айтып шығайын қайырмасын. Тағы аяқтадық. Жарқын құшақ жайған айын, ниетіне сай болайын. Мені сүйген жүрегімнен лүпілінен айналайын. Мені сүйген жүрегімнен лүпілінен айналайын. Достар, егер де түсініксіз болып жатса, әлі тез болып жатса, сендерге кеңес беремін, дәптерге жазып отырыңдар. Куплет дегендерде текстін жазып, жаңа мен айтқанда аккордтарды жазып алыңдар. Одан кейін қайырмасына дәл солай жазып алсыңдар, өздеріне оңай болады. Сол достар, бүгінгі разбор сендерге ұнады деп ойлаймын. Егер де ұнаса лайк басыңдар және комментарийға келесі қандай әнге разбор жасау керек, соны жазып кетіңдер. Давайте.